Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біз бүгін сіздермен нұсқа талдайтын боламыз, яғни нағыз ұбт-лардың нұсқалық варианттары. Сонымен, бұл жерде бізде белгісіз қандай варианттар, қандай сұрақтар болатын. Сондықтан сұрақтар ғана белгілі, солар сіздерге толығырақ ашып айтып берейін. Бірінші сұрақ: Маңғыстау түбегіндегі мұнай кен орындары. Бізде негізі Қазақстанда 5 облыста мұнай кен орындары бар. Әрқайсысының өзінің кен орындары белгілі. Олар мысалға толық айтып берейін сіздерге, тек қана бұл вариант емес, басқа вариант келіп қалса сіздерге көмек болсын. Бұл Батыс Қазақстан облысында Қарашығанақ, Атырау облысында Ембі, Қарашүңгіл, Доссор, Мақат, Қаражанбас, Қаламқас, Теңіз деген барлығы осы аймаққа жатады. Келесі Маңғыстау облысында әрине Өзен мен Жетібай. Ақтөбе облысында Кеңқияқ, Жаңажол, және де жаңадан ашылған Қызылорда облысында Құмкөл деген кен орындары бар. Міне 5 сұрақ келсе де оның барлығына жауап бере аламыз. Келесі Африкадағы қызыл металл, яғни мыс белдеу, мыс елі. Бұл бұрын айтылатын Заир, Замбия деп. Қазір айтатын болса, ол Замбия ғана қалды, ал Конго деп Заирдың атауы өзгеріп кетті. Яғни мыс өндіретін елдер. Келесі еркін зона болып табылатын Италияның ең үлкен порты. Бұл Жерорта теңізі аймағында орналасқан Генуя деген қаладағы Генуя порты. Наурызым қорығы орналасқан облыс. Наурызым қорығы Қостанай облысы Наурызым ауданында ұйымдастырылған. Келесі Шоқан Уәлихановтың еңбектері. Шоқан Уәлиханов бірнеше монографиялық еңбектердің авторы болып саналады, яғни өзінің жүріп өткен жолдарын жазып отырған болатын халықтың тұрмыс тіршілігін. Ол Жоңғария очерктер және Алтыншар туралы деп аталады. Құрамында Гренландия аралы бар мемлекет, ол Дания. Яғни Гренландия ел емес, ол Данияға тиесілі арал болып саналады. Данияда тек қана Гренландия емес, оның Фарер деген аралдары да бар. Жаңа индустриялық елдер. Жаңа индустриялық елдер немесе Азия айдаһарлар деген сұрақ келетін болса, онда ол Корея Республикасы, яғни мен Оңтүстік Корея туралы айтып тұрмын. Одан кейін Қытайдың провинциялары Сянган, яғни Гонконг, Тайвань, және де жаңа мемлекет, дамыған мемлекет Сингапур. Жыл ішінде бағытын ауыстыратын маусымдық жел муссон. Сіздерге айтып тұр, жыл ішінде деп тұр және маусымдық деп тұр. Осы екеуін бірден жауап беруіміз керек. Муссон деп мүлдем шатасуға болмайды. Егер сіз шатасатын болсаңыз, онда географияға дайын емессіз деген сөз. Яғни маусым деп аударылады. Муссон деген сөз араб тілінен. Сарыарқаның ең биік нүктесі Қызыларай тауындағы Ақсораң шыңы 1565. Бұл жерде толық жауап жазылып тұр. Мұнауда жауап болып келуі мүмкін жалғыз. Келесі Тугела сарқырамасы орналасқан материк. Әрине ол Африка. Сарқырамалар туралы айта кететін болсам, Солтүстік Америкада Ниагара бар, оңтүстік Америкада әлемдегі ең биік Анхель және ең атақтылардың бірі Игуасу бар. Африкада Тугела, Виктория, Ливингстон деген бар. Ал осының ішінде біз Тугеланы белгілесек болады. Дүниежүзіндегі автомобиль өндірісінің негізгі орталығы әрине ол Батыс Европа, Жапония, Солтүстік Американы айта аламыз. Дәл қазір уақытта Қытай, Жапония, ақш жетекші орында. Ресейдің ең ірі мұнай алабы бұл Батыс Сібір ойпаты. Батыс Сібір ойпаты Қазақстан осы аймақта орналасқан. Әрине Қазақстанның Батыс Сібір ойпаты аймағында мұнай, газ кездеспейді. Бұл Батыс Сібір ойпатында дүниежүзіндегі газдың 40%, яғни Ресейге тиесілі болып тұр. Келесі машина жасау зауыттарында болат және прокат өндіретін кәсіпорын типі бұл кіші металлургия. Бұл жерде кіші металлургия деген осы болатын болса, бізде ферроқорытпа деген бар. Ферроқорытпа деген темір мен хромның байытпасын айтамыз. Ол ферроқорытпа деп аталады. Және феррум деген сөзге байланысты айтылған. Ферроқорытпа зауыттары әрине хром бар жақ Ақтөбеде және де Павлодар облысындағы Ақсу елді мекенінде бар. Одан кейін толық циклді металлургия дейміз. Толық циклді металлургия шойын, болат, прокат, үшеуінде бірге шығаратын болса, толық циклді деп аталады. Ондай арсалар Металл Теміртау деп аталатын компания әрине Теміртау қаласында. Одан кейін Домнасыз дегенде бар. Және Европадағы ірі агломерациялар Рейн, Рур және Лондон. Енді Рейн, Рур деген ол Германияда, және үлкен Лондон әрине 8 серіктес қаладан тұратын Ұлыбританияда, Англияда орналасқан. Каспий маң ойпатының аумағы жағынан ең үлкен құмдары. Бізде Қазақстанда құмды шөлдер өте көп. Мойынқұм, Қызылқұм, Арал маңы, Қарақұмы, үлкен және кіші Борыс құмдары сол аймақтағы дейтін құмдарды айта беретін болсақ, Қызылқұм деп. Ал Каспий маң ойпатында да бірнеше құмдар таралған. Атырау облысында ол Нарын, Қарақұм және Тайсойған. Балтық тіл тобына жататын халық. Тіл семьялар, олар тілдік топтарға бөледі. Тілдік топтар Балтық деп тұр. Бұл жерде әрине Латвия, Литва халықтарының тілдері латыш, литвандық болады. Бұл жерде бірақ Эстонияда Балтық еліне жатқанымен оны да жазып қоймаймыз. Балдан айырылып қалмайық. Ол келесі сұраққа келіп отыр екен. Эстондар мен финдар фин-угор тіл тобына жатады, яғни солтүстік батыс
Еуразия халықтары. Бұл финно-угорға Ресейдің кейбір халықтарын жатқызуға болады. Келесі. Мынау таныс па? Ары қарай кім жалғастыра алады екен? Өздеріңіз ойлап көріңіздер. Қырғыз қазақ далалары мен ордаларының сипаттамасы деген еңбектің авторы Левшин. Ол 1832 жылы жазылған болатын. Бұл Қазақстан аумағы туралы алғашқы жазылған деректердің бірі, толығырақ айтылған. Келесі. Жерорта теңізі мен Қызыл теңізді байланыстыратын канал ол Суэц каналы. Суэц каналы, мысалға, мына жерде Африка болатын болса, мына аймақта Европа бар. Солайдан келеді, мына жерде Синай түбегі арқылы Евразия болып кетеді. Мына жерде Қызыл теңіз деген сияқты, мына жерде Суэц каналы бар. Сонда бұл жерде міне Қызыл теңіз бен Жерорта теңізін байланыстырып тұр мына аймақ. Немесе Үнді мұхиты мен Атлант мұхитын байланыстырып тұр. Ал Суэц канал Евразия мен Африканы бөліп тұр екен. Сол сияқты мына жақта тағы да канал бар, білесіздер, Панама каналы. Бұл Кариб теңізі мен Тынық мұхит, немесе Атлант мұхиты мен Тынық мұхитын байланыстырып жатыр екен. Міне осындай. Келесі, тектоникалық көлден ағып шығатын өзен. Тектоникалық көлдерді мен барлық варианттарды жазып қойдым. Бұл жерге кез келген бір өзі келуі мүмкін. Яғни Марқа көлге 26-27 өзен құйып, бір ғана Қалжыр өзені ағып шығады. Тура сол сияқты Байкалға 336 өзен құйып, одан Ангара деген бір ғана өзен ағып шығады. Сол сияқты Ертіс Зайсан құйып, Зайсаннан қайтадан ағып шығады. Осындай тектоникалық көлдер және олардың өзендерін белгілеп қойдым. Келесі, Сарықы, яғни қазақтың ұсақ шоқысының таулары. Яғни ұсақ шоқы деген әртүрлі төбелі әр жердегі таулардан тұрады. Мысалға, олар оңтүстік батысында Ұлытау, Кент, Қызыларай, Қарқаралы, Баянауыл, Көкшетау, Шыңғыстау деген тауларды айтуға болады екен. Келесі, Фанди Пенжин дегеніміз не? Кімнің есінде? Фанди шығанағы, Пенжин аймағы, Охот теңізіндегі. Фанди шығанағы айта кететін болса, Ньюфаундленд аймағындағы, яғни Атлант мұхитында, Солтүстік Американың шығыс жағалауында орналасқан кішкентай ғана шығанақ. Ол жерде әлемдегі ең биік толысу толқыны байқалған. Толысу толқынын ең алғаш анықтаған Исаак Ньютон. Және Фанди шығанақ 18 метрге дейін көтеріледі екен, яғни ай толған кезде суда көтеріледі. Сол сияқты Пенжинде де 13 метрден астам болған екен. Европаның жартылай периферия елі. Жаңа ақпарат бойынша периферия деген шеткі аймақтар, шалғай аймақтарды білдіреді. Ал жартылай периферия деген ол әлемдік орталықтардың аймағында орналасқан жерлер. Европаның жартылай перифериялы бұл Португалия. Одан басқа Португалия таппай қалатын болсақ, Ирландия деген жауап бар. Және де Балқан түбегі елдерде, ТМД елдерде, оңтүстік шығыс Азия елдерде жартылай периферия болады. Ал периферия аймақтар Латын Америкасы, Африка, Азия, мұхит аралдарға жатады. Ал ғаламдық орталықтар ол әрине ақш, Жапония және де Европалық одақ. Ресей Федерациясының құрамына енетін анклав. Анклав деген басқа мемлекет территориясынан бір мемлекет территориясының кішкентай ғана бөлігі бөлініп жататын болса, соны анклав деп атайды. Яғни жабық деген мағынаны білдіреді. Анклав Ресейде Калининград. Яғни мынау үлкен Ресей болатын болса, мына жақта Латвия, Литвадан Калининград кішкентай аумағы бөлініп тұр. Немесе ақш, мына жерде Канада тұр, Канададан бөлініп мына жерде Аляска тұр. Сол сияқты Испанияда да Сеута, Мелилья деген аумақтар Марокко жерінде жатыр. Осындай жерлерде анклав деп атауға болады. Жартылай анклав деп атайтын болса, онда ол жарты бөлігі теңізбен шектес жатқан жерлерді айтады. Келесі, Қазақстан аумағына әсер ететін ауа массалары. Қазақстан өзі Қоңыржайда тұр, демек Қоңыржай әсер етеді деген сөз өзі міне тұрған. Қыста Сібірдің арктикалық ауа массасы әсер етеді. Жазда оңтүстік батыс Азиядан, Ираннан келетін ауа массасы ол тропиктік ауа массасы. Неге осы аймақтан келеді? Өйткені бұл жерде Тұран ойпаты бар. Мына жақта Тянь-Шань таулары бар, келе алмайды. Ал мына жақта үлкен батыс Сібір ойпатынан еркін өтіп кете алады. Неге оңтүстік ыстық, солтүстік суық екенде дәлелі осы. 50 градус Ваиков белдеуі бар, және солтүстік ендік. Және де тағы бір неге де екі жақта екі түрлісе Қазақстан аймағында оңтүстік пен солтүстік, өйткені мына жерде Сарыарқа таулары бар, ол мына ауа массаларды бір-бірімен өткізбейді. Алматыда кішкене оңтүстік қалаларға қарағанда кішкене салқындау, неге? Өйткені тау бар, тропик белдеу өте алмайды, және тропик белдеу бұл жақта жоқ десе де болады, өйткені мына жақта Гималай таулары бар, сондықтан ол жерде өте алмайды. Түсінікті ғой? Енді жер сілкіну жиі қайталанып тұратын аймақтар. Бұл сейсмикалық аймақтар деп аталады. Сейсмология жер сілкіну зерттейтін ғылым, яғни сейсмо деген жер сілкінісі деген мағынаны білдіреді. Немесе геосейсмикалық аймақтар да осы жерлер. Сарыарқаның оңтүстік батысындағы тау.
Сарыарқаның оңтүстік батысындағы тау дейді, немесе негізі граниттен тұратын меридиан бағытындағы тау десе, онда ол әрине Ұлытау. Жезқазған, бұрынғы Жезқазған облысы, қазір Жезқазған аймағында орналасқан, Қарағанды облысында, орталық Қазақстанда. Соңғы сұрақ. Халқы өз елін гексакон деп атайтын мемлекет. Гексакон деген мынандай 6 бұрышты мемлекетті құрап тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл қай ел? Қай ел ұқсап тұр? Әрине бұл Франция. 6 бұрыштан тұратын мемлекет, бір тұтас құрап тұрған. Мына жерде Корсика аралы бар. Міне балалар, біз негізгі қалай нұсқа талдау керектігін айттық. Ол үшін біз базаны, мектептің материалдарын 6, 7, 8, 9, тіпті жаңа келген 10-11-де де білуіміз қажет. Сонда біз барлық сұрақтарға кідірмей жауап бере аламыз. Және қосымша біз картаны, физикалық саяси картаны өте жақсы білуіміз керек. Сонда біз осылай нұсқаны талдай аламыз. Әр нұсқаны талдап оларды іздеп отқанша, біз бірінші ақпаратты білсек, нұсқаны осылай өзіміз шеше аламыз. Сіздерге сәттілік балалар. Келесі көріскенше сау болыңдар.